Демек, кім кімге қарайды? Ашыққа қарайсың ғой, жабыққа қалай қарайсың сен? Ашыққа қарайсың ғой. Қазақ күшті өлеңде айтады. Ашық қыз көшеде өскен жеміссін дейді. Көрінген қолын созып ала алатын дейді. Міне әкелер, қаншама ағалар отыр мына жерде. Әркім өзінің отбасына, әйеліне, қарындастарына, қыздарына ие болу керек. Қоғамға қызыңды ашып берме, әйеліңді ашып берме. Әйеліңнің әтір сеуіп шыққанына разы болма көшеге. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам қандай да бір әйел үйінен өзге ерлерді қарату мақсатымен әтір сеуіп шығатын болса, зинақорлық жасаған әйелмен тең болады деген хадисі бар имам Тирмизиде. Көрдіңіз бе? Қасыңыздан бір өтіп иісімен сізді баурап алатын болса, онда ол неге апарады ақыры? Оның да ақыры зинаға апарады екен. Шариғат ла тақрабу зина, зинаға жақындама деп айтып қойған, істеме деп айтып қойған Алла Тағала Құранда. Жақындама деген алғашқы қадамдарды жасама деген. Көзге ие бол, тіліңе ие бол. Ол біреудің қызы, ол біреудің әйелі деген нәрсені ішіңе сақтап ал. Зина бұл қарыз дейді. Білесіздер ғой, қарыз деген не ол? Міндетті түрде сенің отбасыңнан біреуге қайту мүмкін болатын нәрсе дейді.